болған дейді. Халық, қорланған халық бірін-бірін жек көреді дейді. Неге? Өйткені бірін-бірін көргенде айнадан көргендей өзін көріп тұрады дейді. Құлдық сана деген осы. Иә, сондықтан ұзын сөздің қысқасы, біз қазір құлдықтан құтылушымыз қанымызды тазартатын уақыт келді. Ол үшін отарсыздануымыз керек. Отарсыздану деген? Отарсыздану дегеніміз бірінші. Тарихпен танысу керек қой. Жоқ, бірінші ақылын тазартасың. Бұрын қазақ мал болған, ақмақ болған, топас болған, дүлей болған, сауатсыз болған деген үздіксіз ақпарат төгілді ғой басыңа. Жалған. Иә, сені ақылыңды бұзды бірінші, түсінсіз бе? Одан кейін ақылы бұзылған адамның жаны бұзылады екен. Шын сондай қылып тастаған мысалы. Иә. Қазақ сол болған, қазақ мал баққан, малдың артынан мал болып кеткен. Әйтеуір қазақ сонда отарсыздану үш процесстен тұрады. Отарсыздану бірінші рухсындыру онда. Иә, отарсыздану бірінші ақыл тазарту, яғни идеология өзгеру керек. Керісінше, әлемдегі ең бақытты халық, ең таза халық, ең дарынды халық, текті халық қазақ деп айтатын уақыт келді. Ол ақиқи нәрсе, ол шын мәнінде ең бай тіл қазақ тілі. Иә, яғни қалай бізді отарлады, соның кері процесс жүру керек енді. Яғни ақылды тазарту керек. Айтады ғой, ақылын тазарт дейді ғой бірінші. Яғни ақылдың әңгімесі өзгеру керек. Ақылың өзгерген кезде, ал ақыл ол жанның көрінісі ғой, жаның тазара бастайды. Жаның тазарған кезде бар, қаның тазарады. Сөйтіп, қазақ өзінің тектілігімен қайта қауышады. Біз сол отарсыздануды жүргізбей отырмыз ғой.